Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hanafi fiqh kitabı An-Nukaya Muhtasar el-Vikaya 74. ders. Taqribimiz qaza namazına қатысты. Соның ішінде сахибы тәртип мәселесіне тоқталып өтетін боламыз. Намаздың қазасын өтеу мәселесі қозғалғанда сахибу тәртип түсінігі жайында айтпай кетуге болмайды. Сахибу тәртип дегеннің мағынасы тәртіп иесі, яғни рет иесі деген ұғымда. Осындай сахибу тәртип сипатқа сай кісі намаздың уақыты келгенде қаза намазын өтемейінше парызды өтемейді. Алдымен қазаны өтеп алып, содан кейін барып уақыты кірген намазды оқиды. Егер уақыты кірген намазды оқып тұрып, қазасы есіне түссе, намаз аяқталғаннан кейін қайта қаза намазын өтеп, артынан әлгі оқыған намазын қайта оқиды. Ал енді сахибу тәртип деп кімді айтамыз? Сахибу тәртип деп мойнында 6 намаздан аз өтілмеген қазасы бар адамды осы сахибу тәртип деп атайды екенбіз. Бірақ егер мойнындағы өтілмеген қазасы 6 намаз және одан жоғары мөлшерде болса, онда ол сахибу тәртип сипатынан шығады. Осы қысқаша кіріспеден кейін кітаптағы ғалымның осы сахибу тәртип мәселесіне қатысты қысқа нұсқа айтқан үкімдеріне тоқтала өтелік. Фуридат тәртибу, реттікті сақтау, намаздарды ретімен оқу. Фуридо уәжіп. Мына жердегі парыз сөзі фардул амали дегенді білдіреді. Негізінен алып қарағанда парыздар фардул амали және фардул иътиқади деп бөлінеді. Фардул амалиға уәжіп амалын кіргіземіз. Ал енді осы жердегі реттікті сақтау, яғни ретімен оқудың үкімі уәжіп болуының себебі ахад хадиспен бекітілгендіктен болып отыр. Ал енді бұның егжей-тегжейі әрине усул фиқх ғылымының зерттейтін дүниесі. Әрі қарай оқимыз. Реттікті сақтау уәжіп дедік. Реттікті сақтау не нәрседе уәжіп? Бәйнәл фурудил хомсати, 5 уақыт парыз намазының арасында реттілікті сақтау уәжіп. Уәл үтри және өтір мен өзге намаздардың арасында реттілікті сақтау уәжіп. Қашан? Фәитен күллуха ау бa'духа, оның бәрі, яғни 5 уақыт намаздың бәрі, ау бa'духа, немесе кейбірі қаза болғанда. Демек 5 уақыт парыз намазының 5-еуі де, немесе кейбірі және өтір намазы қазаға қалғанда, оларды өтейтін кезде реттілікті сақтау уәжіп. Мысалы, біреудің 3 намазы қаза болды делік, ол 3 намазын қатар өтейтін кезде арадағы реттілікті сақтау уәжіп. Мысалы бірінші таң намазы, сосын бесін намазы, кейін асыр намазы деген сияқты. Сондай-ақ уақыт болып жатса, уақыты кірген намаз бен қаза намаз арасында да реттілікті сақтау уәжіп. Қаза болған намазды өтемей тұрып, уақыты кірген намазды оқымайды. Әрине, егер артынан оны уақытылы өтеуге уақыт қалып жатса, бірінші қаза намазын өтейді, содан кейін барып уақыты кірген намазды өтеуі уәжіп. Реттілікті сақтау дегеннің мағынасы осы. Бұл сахибу тәртип сипатындағы намазған кісіге қатысты үкімдер. Ал енді сахибу тәртип сипатындағы емес адамның өз еркі. Және өтір намазы деді ғалым, яғни өтір намазында да реттікті сақтау керек деді. Бұған мысал беретін болсақ, егер сахибу тәртип сипатына сай кісі өтірді оқымай таң намазын оқыса, Абу Ханифа рахматуллаху алейхи бойынша оның таң намазы есептелмейді. Өтірдің қазасын өтеп барып, таң намазын қайтадан оқу керек. Сахибу тәртип сипатындағы адам әуелі қаза намазын оқиды, одан соң уақыты кірген намазды оқуы шарт дедік. Бірақ кей жағдайда бұл талап ескерілмейді деген. Ол жағдайлар қандай? Илля ида бақал уақту. Егер уақыты кірген намазды өткізіп алуынан қорқса. Ида бақал уақту, уақыты кірген намаздың уақыты қысқа болып өткізіп алу қауіпі туындап тұрса, қазасын өтеген кезде, мұндай кезде
қаза емес, бірінші уақыты кірген намазды оқуы керек екен. Артынша уақыт болса қазаларын өтейді. Реттілік шартын бұзатын екінші жағдай ау насия, немесе ұмытса, ұмыту. Ау насия, ұмытса, қазасы барын ұмытып, уақыты кірген намазы оқып аяқтаса, ол намазы дұрыс болып саналады. Бірақ намаз оқып тұрып, қазасы бар екендігі есіне түссе намазың ішінде, онда намазы аяқталғаннан кейін қаза намазын өтейді, одан кейін жаңа оқыған уақытылы намазын қайтадан қайталап оқуы керек. Үшінші жағдай реттілік шартын бұзатын ау фәтәт ситтун, қаза еткен намазы 6 болса, бұл кезде де реттілікті сақтау шарты түседі. Яғни сахибут тартип сипаты жоғалады деген сөз. Енді осы жерде мынандай сұрақ туындайды. Алтыдан көп қазасы бар адам, ол 6-ында қазасын өтесе, сахибут тартип сипаты қайта қалпына келе ме деген сұрақ туындайды. Бұл жайында ғұламалар екі удай пікір білдірген. Кей ғалымдар қайта қалпына келеді, қайтадан сахибут тартип сипатына ие болады десе, кейбір ғұламалар, ханафи ғалымдары, қалпына келмейді деген. Яғни бір кісі бір ай намаз оқымады делік, бұл кісі бір айлық намазын қазасын өтеп тастаса да, сахибут тартип сипаты қалпына келмейді дейді екінші топ ғұламалар. Ең дұрысы осы тұжырым делінген. Және айта кету керек, осы сахибут тартип мәселесінде бұрынғы уақыттарда қаза еткен намаздары негізге алынбайды делінген кітаптарда. Мысалы, 2 жыл бойы намаз оқымаған кісі намазын қайта бастаса, оның бұрынғы 2 жылдық намазы бұл сахибут тартип сипатына әсері жоқ деген ғұламалар. Және айтатын тағы бір мәселе, мойындағы қаза намаздары 6-дан көп болған адам осы қаза намаздарын өтейтін кезде реттілікті сақтамаса да болады. Өйткені қазасы 5-ден көп болып тұр. Ал енді 6-дан төмен, 6-дан аз қазасы бар адам қазаларын өтейтін кезде реттілікті сақтауы шарт екен. Кітабымыздағы қаза намазына қатысты айтылған мәселелердің легі осымен шектеледі. Біз бұған қосымша мәлімет ретінде мыналарды айта кетелік. Қаза намазында тек парыздары ғана өтеледі, сүннеттері өтелмейді. Бірақ таң намазының сүннеті парызымен бірге сол күнгі 5 намазына дейін өтейтін болса, парызымен бірге сүннеттің де қазасы өтеледі. Және өтір намазының да қазасы бар. Өтір намазын оқымаған кісі өтірдің қазасын өтеуі керек. Қаза намаздардың алдында ер кісі азан айтып қамат түсіреді. Бұл сүннет. Бірнеше қаза намазы өтейтін кезде бір рет бәріне бір рет азан шақырылып, қалғандарына қамат айтумен шектелуіне болады. Азан айтпай-ақ тек қамат түсіріп оқыса да оған рұқсат. Ол ер кісілерге қатысты, ал әйел кісілер қаза намаз болсын, уақытылы намаз болсын, азан шақырмайды, қамат түсірмейді. Ал енді қаза намаздарының уақытына келер болсақ, қаза намаздары оқылмайтын 3 уақыт бар. Сол 3 уақыттан тыс уақыттарда қазаларды өтей беруге болады. Қаза намаздары оқылмайтын 3 уақытты атап өтсек, біріншісі күн шығып келе жатқанда қаза намазын оқуға болмайды. Дәл күн тас төбеде тұрғанда қаза намаз өтеуге болмайды. Бұл шамамен 5-ге шейін 15-20 минут аралығындағы уақыт. Және үшіншісі күн батып бара жатқан кезде қаза намаздарын оқуға болмайды екен. Осы 3 уақыттан тыс уақыттарда қаза намаздарын оқи беруге болады. Вальхамдулиллахи раббил аламин.